Титаник туралы біз білетін ақпараттың барлығын бірнеше секундқа сыйғызуға болады. Бұл тарихи кино, бұл керемет кино, бірақ шынайы оқиғадан алыс кино. Титаниктің шынайы оқиғасы қандай? 20 ғасырдың басындағы ең мықты кемелердің бірі бар болғаны 2 сағаттың ішінде қалайша теңізге батып кетті. Апат салдарынан өлген мыңдаған жолаушылардың денелері неліктен әлі күнге дейін табылмады. 1912 жылы апат орын алғаннан кейін көптеген газеттерде Титаник Мысырдан табылған жұмбақ мумияны тасымалдады деген мақалалар пайда болды. Осы мумияның қарғысы тиіп, кеме су астына кетіпті-міс. Сондай-ақ апатты қаржы әлемінің басында тұрған жасырын адамдар ұйымдастырды деген қауесет тарады. Байқағандарыңызда ең танымал кеме апатының тарихымен байланысты жұмбақ теориялар мен болжамдар өте көп. Осындай тылсым құпиялар Титаник фильмінде көрсетілмеді. Есесіне мен осының барлығын бүгінгі шығарылымда айтып беремін. Титаниктің шынайы тарихы таңғалдырады. Кеме апатына байланысты ақпараттың барлығын біз жолаушылар мен кеме экипажының сұхбаттарынан біле аламыз. Сонымен қатар фотосуреттер мен құжаттар сақталған. Тіпті Атлант мұхитының түбінде жатқан Титаниктің өзінде зерттеуге болады. Міне сол ақпараттардың барлығын жинап, мен сіздерге керемет деректі фильм дайындадым. Дегенмен бұл шығарылымды мен қолдау көрсеткен көрермендеріме алғыс айтпай бастай алмаймын. Арнаға тіркеліп, löпіл басып және пікір жазып, қазақ тілді контенттің дамуына атсалысыңыздар. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Ал бұл ең танымал кеме апатының тарихы. Жасыратыны жоқ. Мен де, сіз де Титаник апаты жайлы 97 жылы шыққан фильмнің арқасында білдік. Бюджеті сұмдық жоғары болғанына қарамастан, кинотеатрға шыққанға дейін Голливуд бұл киноны сәтсіз түсірілген деп санады. 3 сағатқа созылатын романтикалық кино ешкімге қызық емес деп ойлады. Бірақ фильм көпшілікке ұнап, 11 дана Оскар алды және $2 миллиард табыс әкелді. Себебі бұл ойдан құралмаған шынайы тарихи оқиға еді. Сонымен бұл 1912 жыл. Титаник өзінің алғашқы және соңғы сапарына шықпай тұрып, әлемді өзінің кереметтігімен дүр сілкіндіріп үлгерді. Кеменің өзі және оның капитаны таспаға түсірілді. Адамзат үшін бұл даму барысындағы ең үлкен қадам болды. Кеме суға батып кетуі мүмкін деп ешкім ойлаған жоқ. Оның суға батуы да ойға қонымсыз еді. Себебі Титаник сол замандағы қауіпсіздігі ең жоғарғы кемелердің бірі болды. Кеме жасаушылар тарихтағы ең үлкен және ең сәнді кемені құрастырғысы келді. Сәнді және үлкен жолаушылар кемесін салу идеясы бос жерден пайда болған жоқ. Осы тұста кішігірім тарихқа бір көз жүгіртейік. Атлант мұхитын кесіп өткен алғашқы пароходтар Титаниктен 100 жыл бұрын пайда болды. 19 ғасырдың ортасында Англиядан ақш-қа 2 аптаның ішінде теңіз арқылы жетуге болатын. Ол заман үшін бұл өте жылдам. Бірақ пароходтар өте ыңғайсыз. Сақырлаған қозғалтқыштар саяхат барысында ұйқы бермейтін. Оған қоса адамдар теңіз ортасында жүзетін алып қаңылтырға отырудан қорықты. Уақыт өтіп технологиялар жақсарды. Біртіндеп пароходтар шулы темір-терсектен мұхит үстінде қалқитын алып қонақ үйлерге айналды. Еуропа мен Штаттарда өнеркәсіп қарқынды дамыды. Зауыттар мен фабрикалар салынды. Экономика өсті. Бір континенттен екінші континентке саяхаттағысы келетіндердің саны артты. Ал сұраныс бар жерде ұсыныс та бар. Осы тұста көптеген елдердің жүк тасымалдау компаниялары бір-бірімен бәсекелесті. Кімнің кемесі жылдамырақ, кімдікі үлкенірек және кімдікі ыңғайлы деген сыңайлы. 20 ғасырдың басында екі ең беделді британдық кеме жасаушы компания бәсекелес болды. Cunard Line және White Star Line. Cunard Line 1907 жылы ең жылдам Мавритания кемесін шығарды. Мавритания кемесі Атлант мұхитын небәрі 5 күнде кесіп өтетін. Бұл рекордты ондаған жылдар бойы ешкім бұза алмады. Ал оның басты бәсекелесі White Star Line болса, жарайды жігіттер, біз сендер сияқты ең жылдам кеме жасай алмайтын шығармыз. Бірақ біз тарихтағы ең сәнді кемені жасаймыз деп шешті. Міне осылайша Титаниктің идеясы пайда болды. Жобаны іске асыруға көптеген адамдар қатысты. Бірақ бізді бірінші кезекте солардың екеуі қызықтырады. Біріншісі Томас Эндрюс, кеменің бас дизайнері. Ол кеме соғу саласында 16 жасынан бастап жұмыс істеген. Титаник құрылысы басталған кезде ол 36 жаста еді және тәжірибесі мол болды. Оның сараптамасы мен жауапкершілігі ешкімде күмән тудырмады. Жобаны басқарған екінші маңызды тұлға White Star Line пароход компаниясының басшысы Джозеф Брюс Исмей. Ол бұл бизнесті әкесінен мұраға алып, компанияны одан да табысты етті
және өркендетті. Титаник White Star Line құрастырып жатқан 3 алып кеменің бірі ғана болды: Олимпик, Титаник және Британик. 1909 жылы кемелердің құрылысы басталды. Олимпик пен Титаник бойынша жұмыс бір уақытта дерлік жүргізілді. Кемелер британдық Белфасттағы кеме жасау зауытында салынды. Сол кезде адамзат тарихындағы ең үлкен қозғалатын нысандарды жасау үшін қаладағы ең биік құрылымдарды соғу керек болды. Айта кету керек, Титаниктің арқасында Белфастта алғашқы зәулім ғимараттар пайда болды. Бұл таңғаларлық емес. Кеменің биіктігі 53 метр, шамамен 20 қабатты үй сияқты. Кеме жасау үшін 3000 адам үздіксіз жұмыс істеді. Олардың 8-і жұмыс барысында қайтыс болды. 10-даған адам ауыр жарақат алды. Авторлардың идеясы бойынша Титаник адамзаттың табиғаттан артықшылығын көрсетуі керек еді. Әрине, қазір біз нәтижесінде кімнің жеңіске жеткенін жақсы білеміз. Бірақ құрылыс барысында Титаниктің суға ешқашан батпайтынына бәрі сенімді болды. Және олай ойлауға өзінің себептері де бар еді. Сол кездері Титаник аса мықты бөлшектермен жабдықталған болатын. Мысалы, кеменің жұмысын қамтамасыз ету үшін күніне 1000-даған тонна көмір талап ететін су жаңа қозғалтқыштар қойылды. Сол қозғалтқыштар ең үлкен бұрандыларды басқарды. Қаншалықты үлкен дейсіз ғой? Олардың жанындағы жұмысшылардың мөлшерін қараңыз. Титаникте бірнеше электр лифттері жұмыс істеді. Және ең бастысы, 10.000 электр шамы жарықпен барлық жерді қамтамасыз етті. Осы орайда шамалы алға жылжып, жарық шамдарына қатысты бір оқиғамен танысайық. Кэмеронның фильмінен кейін бүкіл әлем Титаник музыканттарының қайғылы тағдыры туралы біледі. Олардың тарихы сөзсіз жүректі жаралайды. Алайда іс жүзінде бәрі кинодағыдай болмады. Тірі қалғандардың айтуынша олар кешке жақын музыканттарды естіген. Бірақ кеме батып бара жатқанда палубада ешкім аспапта ойнаған жоқ. Музыка өмір үшін күресіп жатқан адамға маңызды емес. Сондықтан біз өз назарымызды музыканттарға емес, жоғарыда айтылған лифттер мен жарықтардың сөніп қалмауына жауап берген инженерлерге аударуымыз қажет. Олардың жүзу барысындағы міндеттер қарапайым болды. Жарықтар жарқырап, лифттердің жүріп тұруын бақылау. Әрине, апат жағдайы орын алмағанда бұл көп уақыт алатын міндет емес сияқты, Ал сіздердің естеріңізде мынау кадр бар ма? Экрандағы бірнеше секунд. Оның артында жүректі ауыртатын оқиға тұр. Негізінде Титаник суға түнде бата бастады. Айналасында тек мұхит және қараңғылық. Осындай жағдайда аман қалудың ең басты шарты жарық екені бірден белгілі болды. Жарық болмаса жолаушыларды эвакуациялау мүмкін емес. Инженерлер жарықты қамтамасыз ететін жабдық орналасқан бөлмеден шықпай, электр қуатын барынша ұзақ ұстауға тырысты. Бұл өлімге әкелетін миссия екені бірден белгілі болды. Шамдар Титаникте мүмкіндігінше ұзақ уақыт жарқырады. Ал сол жарықты қамтамасыз еткен инженерлердің ешқайсысы аман қалған жоқ. Енді қайтадан Титаниктің құрылысына оралайық. Титаниктің екінші атауы суға батпайтын кеме. Себебі ол өте мықты материалдардан жасалды. Кеменің шанағы ғана емес, жоғарғы палубада темірдің қалың қабатынан жасалған. Сол кездегі басқа кемелер тек шанағын темірмен қоршап, қалған бөлігін ағашпен жасайтын. Кеменің өзі қалқандармен 16 бөлімге бөлінді. Бұл қалқандардың әрқайсысы басқару пунктінен тез қабаттасуы мүмкін. Яғни тесік пайда болса, су бір немесе бірнеше бөлімді толтырады. Ал кеменің басқа бөлімдері тез қалқанмен жабылып, су өткізбейді. Осылайша кеме батпайды. Кеменің суға батпауына тағы бір кепіл экипаж болды. White Star Line капитан Эдвард Смит бастаған ең тәжірибелі офицерлерді жалдады. 62 жасар Эдвард 30 жылын White Star Line кемелерінде өткізді. Оған компанияның барлық жаңа кемелерінде алғашқы жүзу мәртебесі сеніп тапсырылды. Ол Олимпиктің алғашқы жүзуін сәтті аяқтап, Титаникке көшті. Смит ең тәжірибелі капитан еді. 1912 жылғы 10 сәуір британдық Саундгемптон қаласы үшін нағыз мереке болды. Титаник жергілікті порттан алғашқы сапарына аттанды. Ол көп замай Нью-Йорк қаласына жетуі керек еді. Бір қызығы, тарихтағы ең сәнді кеме жолаушылармен тек жартылай ғана толды. Титаниктің бортында 2236 адам болды. Оның жартысына жуығы кеме командасы. Егер барлық билеттер сатылғанда жолаушылар саны 3500-ге жетер еді. Сонымен, мен Титаниктің техникалық тұрғыдан қаншалықты мықты болғанын жеткілікті түрде түсіндірдім. Әрине, жолаушыларды Титаниктің техникалық сипаттамалары қызықтырмады. Оларды кемеде бұрын соңды болмаған сән салтанат қызықтырды. Титаниктің әдемі болғаны соншалық 5 жұлдызды қонақ үймен теңестірілді. Бұл әдеміліктің барлығы бірінші санаттағы жолаушыларға ғана емес, үшінші санаттағы адамдарға да тиесілі болды. Енді
Титаникте саяхаттаушылардың кім болғанын, олардың қанша ақша төлегенін және осы ақшаға не алғандарын білетін уақыт келді. Егер сіз Титаникті қақ ортасынан кессеңіз, 7 деңгейді көресіз. Деңгейлер Эдан Ж-ға дейінгі әріптермен белгіленді. Бұл деңгейлерде бір апталық жүзу үшін қажет болатын заттардың бәрі бар. Титаникті мұхитта жүзетін қонақ үй емес, кішігірім қаламен салыстыруға болады. Керемет интерьерлер француз стилінде болды. Бортында мейрамханалар, кітапханалар, спорт залы, бассейн, түрік моншасы және тіпті үлкен теннис ойынына арналған алаңда бар. Мұндай көңіл көтеру орындары тарихта алғаш болып дәл осы Титаниктің бортына қойылды. Жалпы Титаниктегі қызметтердің сипаттамасын оқи отырып, біз 100 жылдық кеме емес, заманауи круиздік кеме туралы айтып жатқандай сезімге ие боламыз. Титаниктегі қызметтің ең жоғарғы деңгейін бірінші санаттағы жолаушылар алды. Бай жолаушылардың сәнді бөлмелері палубаға жақын және төменгі бөлімдердегі шулы қазандықтар мен қозғалтқыштардан алыс орналасқан. Соған қарамастан екінші және үшінші санаттағы адамдардың жағдайы жаман болды деп айту орынсыз. Сонымен, Титаникке шағын экскурсия жасайық. Бірінші санаттағы адамдарға ұсынылған жағдайдан бастайық. Бірінші санат үшін билет құны 30-дан 870 фунтқа дейін. Қазіргі біздің ақшаға шаққанда шамамен 2 миллионнан 6 миллион теңгеге дейін. Мұндай ақшаны халықтың ең жоғарғы тап өкілдері ғана төлей алды. Зауыттардың, газеттердің, пароходтардың иелері, танымал жазушылар, актерлар мен спортшылар. Солардың бірі Эдит Розенбаум. Ол 33 жаста еді, және Эдит қарқынды дамып келе жатқан сән индустриясында жұмыс жасайтын. Ол Парижде болған іс сапарынан кейін Америкаға Титаник арқылы оралуды көздеді. Апат түнінде Эдит бөлмесінен шықпас бұрын барлық әшекейлерін шкафтарға салып, құлыптап қойған болатын. Ол сол шкафтардың кілттерін алып, және ойыншық шошқасымен бірге құтқару қайықтарының біріне отырғызылды. Жарты ғасырдан кейін ол Титаникте болған оқиға туралы сұхбат берді. Оның қолында дәл сол шошқа ойыншық болды. Бірақ трагедия алдындағы соңғы күндерге оралайық. Эдит Розенбаум және бірінші санаттағы тағы 300 жолаушыға қандай жағдайлар жасалды? Біріншіден, сәнді бөлме. Бөлмелер қымбат жиһаздармен жабдықталған. Жылытқыш, шаш кептіргіш және тіпті телефон да бар. Әрине бұл телефон арқылы тек кеме ішіндегі басқа бөлмелерге хабарласуға болатын. Әйтсе де 1912 жыл үшін керемет мүмкіндік. Бірінші дәрежелі ең қымбат бөлмелерде тіпті жеке жуынатын ванна болды. Бірнеше кафелер, мейрамханалар мен асханалар олар үшін қызмет жасады. Уылдырық, устрица және басқа да дәмді тағамдар ұзын мәзірдің қысқасы ғана. Бай әйелдер күніне 3 рет киімдерін ауыстырды. Таңертеңгі астан кейін кеме үстінде жүру үшін жеңіл көйлек және ыңғайлы аяқ киім. Содан кейін түскі көйлек. Ақырында міндетті түрде қымбат зергерлік бұйымдармен сәнделген кешкі көйлек. Бірінші санаттағы жолаушылардың жалықпауы үшін көптеген ойын-сауық қарастырылған. Бассейн, моншалар, кітапханалар және лоунж бөлмелер. Қысқасын айтқанда бірінші дәрежелі жайлылық. Тіпті ең талғамбас жұртшылықтың да көңілінен шықты және билеттің құнын толығымен ақтады. Екінші дәрежелі жолаушылар жол жүру ақысын бірнеше есе аз төлегенімен осы тектес керемет жағдайларда өмір сүрді. Екінші санаттағы бір билеттің құны 12 фунт, шамамен миллион теңге. Бұл билеттерді орташа әлеуметтік жағдайы бар адамдар алды. Инженерлер, академиктер және заңгерлер. Екінші санаттағы тамақ біріншісінен айтарлықтай ерекшеленбеді. Тек мәзір сәл қысқа болды. Тамақтану бөлмелері қарапайымдау. Алайда Титаниктің керемет болғаны соншалық, оның екінші санаттағы жолаушылары басқа бәсекелестерінің бірінші санаттағы жолаушыларынан да керемет уақыт өткізді. Екінші санаттағы әдеттегі жолаушылар Харт отбасы. Бенджамин, оның әйелі Эстер және олардың 7 жасар қызы Эва канадалық Виннипегке көшпекші болды. Бенджамин құрылыспен айналысты. Отбасы айтарлықтай ауқатты, тіпті жеке қызметшілері мен көлігі бар. Бенджаминнің әйелі мұхитта жүзуден қатты қорыққан. Сондықтан түнде көз ілмей терезеге қарап отыратын. Осы себепті апат болған түні олар құтқару қайықтарының алдында бірінші тұрды. Бірақ қайықтардың саны аз болғандықтан бірінші кезекте әйелдер мен балалар ғана отырғызылатын. Бенджамин амалсыздан қызы мен әйелін қайыққа отырғызып, өзі кемеде қалды. Бұл олардың бір-бірін соңғы рет көруі еді. Эстер мен Эва аман қалып, Англияға оралды. Ең қызығы Харт отбасы Титаникте жүзуді жоспарламаған. Олардың негізгі кемесі жолға шықпай, Титаникке отыруға мәжбүр болды. Енді үшінші санаттағы жолаушыларға назар аударсақ. Шындығында үшінші санаттағы адамдар кедей болған жоқ. Билеттің құны 3-тен 8 фунтқа дейін. Біздің ақшаға шаққанда қазір шамамен 200-500 мың теңге. Үшінші санаттағы адамдардың саны бірінші және екінші санаттағылардан әлде қайда көп болды.
Олардың басым көпшілігі Америкаға қоныс аударуды көздеген еуропалықтар, ирландиялықтар, шведтер, финдер, бельгиялықтар. Кинода 3-ші санаттағы адамдар кедей болып көрсетілген, және кеме экипажы оларға немқұрайлы қарады. Алайда 3-ші санаттағы адамдардың да жағдайы жаман болған жоқ. Кабиналардың әрқайсысында ванна болмаса да жуынатын раковина бар. Әрине оларға көңіл көтеру орындары қарастырылмаған. Дегенмен олар төменгі палубаларда күнде кешке шайқаған билер ұйымдастырып, көңілді әндер шырқады. Бірақ бір минус бар. 3-ші санаттағы адамдарды кемеге отырғызбастан бұрын арнайы инспекторлар олардан ауруларды, инфекцияларды, бүргелерді іздеп тексерді. Американдық заңдарға сәйкес, 3-ші санаттағы жолаушылар 2-ші және 1-ші санаттағы адамдармен байланыспауы қажет. Сол үшін де кемеде байларды кедейлерден бөлетін арнайы қоршаулар болды. Бұл бөгеттер апат кезінде оларға кеме үстіне шығуға кедергі келтірді деген пікір бар. Оған қоса бұл адамдардың көпшілігі ағылшын тілін білмеді және оқи алмады. Сол себепті қабырғада ілінген нұсқаулықты түсінбеді, көмек сұрай алмады және шығар жолды таппай көпшілігі қаза тапқан. 3-ші санат жолаушылары Андерсон отбасы және олардың 5 баласы. Швеция фермерлері Канадаға қоныс аударуды жоспарлады. Апат кезінде олардың ешқайсысы аман қалған жоқ. Алайда 1912 жылы 14 сәуірдің таңында барлық жолаушылар өздерінің не күтіп тұрғанын елестете де алмады. Сол күні ауа райы ашық және тыныш болды. Ауа райының қолайлы болғанына қарамастан, жолаушылардың көпшілігі уақыттарын бөлмелерінде өткізді. Себебі сәуірде солтүстік Атлантика суық. Титаник телеграфшысы айсбергтер мен мұз туралы алғашқы хабарламаны 14 сәуір күні түске жақын алды. Сол хабарламалардың ешқайсысы байыпты түрде қабылданған жоқ. Біріншіден, кеме үлкен және сенімді. Екіншіден, кемеде бақылаушы бар. Егер айсберг табылса, оны алдын ала көріп, кемені бұруға болады. Түн ортасында, апаттан бірнеше сағат бұрын, Титаниктің телеграфшысы басқа кемелерден жолда байқалған мұз туралы тағы бірнеше хабарлама алды. Бірақ ол бұл хабарламаларға мән бермей, басқа істермен айналысып отыра берді. Ол кемедегі жолаушылардың жедел хаттарын басқа алыс қашықтықтағы кемелерге жіберумен айналысты. Яғни сол заманның кішігірім WhatsApp секілді ғой. Әрине телеграф арқылы үлкен жерге хат жіберуге болмайды. Тек алыс қашықтықтағы кемелерге жіберуге ғана болатын еді. Сол уақыттарда ауа температурасы 0-ге дейін төмендеді. Мұхиттағы судың да температурасы шамамен сондай. Сол түні судың беті тегіс болды. Сондықтан матростар жақындап келе жатқан айсбергті кеш байқады. Су толқыны айсбергті айқынырақ етеді. Алып мұзбен кеменің сәтсіз кездесуі 14 сәуірде сағат 23:35-те болды. Соңғы сәтте кеме барынша бұрылуға тырысты. Алайда айсберг Титаниктің жанына соғысып, кеменің су астындағы бөлігін жұлып түсті. Сол кезде жолаушылардың ешқайсысы не болғанын түсінбеді. Жоғарғы деңгейдегілерге айсбергпен соқтығысу аса қатты сезілмеді. 5 минуттан кейін дизайнер Эндрюс пен капитан Смит кеменің шанағына түсіп тексеруге кірісті. Эндрюс төмендегі 4 бөлім тесілген болса, кеме суға батпайтынына сенімді болды. Алайда су 5 бөлімді толтыра бастады. Мұның себебі кемені бөлімдерге бөлген қалқандарда болды. Олардың биіктігі қауіпсіздік стандарттарына сәйкес болмай шықты. Қалқандардың биіктігі жеткіліксіз болғандықтан, су кеменің барлық бөліктерін толтырды. Дизайнер Эндрюс пен капитан Смит кеменің бірнеше сағат ішінде теңіз түбіне бататынын жақсы түсінді. Қақтығыс болған кезде бірнеше жолаушы не болғанын білу үшін кеме үстіне шықты. Алайда бәрі тыныш болды. Ешкім қайық іздеп жүгірмеді. Ешкім дабыл қақпады. Дабыл тек 25 минуттан кейін соғылып, капитан құтқару қайықтарын дайындауға бұйрық берді. Кеме экипажы жолаушыларға ескерту жасап, құтқару кеудешелерін тарата бастады. Кеме SOS сигналын аумақтағы барлық кемелерге жіберді. Айтпақшы Титаник SOS сигналын қолданған алғашқы кеме болды. Қақтығысудан 1 сағат өткенде алғашқы құтқару қайықтары суға түсірілді. Дәл сол кезде ауаға сигналдық зымыран атылды және сол кезде ғана көптеген жолаушылар қорқынышты нәрсе болып жатқанын түсінді. Құтқару қайықтарына бірінші болып келгендердің көпшілігі 1-ші санаттағы жолаушылар. Себебі олардың бөлмелері кеменің үстіңгі бөлігінде орналасқан және құтқару қайықтарына жақын еді. Оған қоса 1-ші санаттағы әрбір бөлменің алдында арнайы қызметші болды және эвакуация туралы хабарламаны жедел алды. Ал төменгі палубадағы жолаушыларды ескертетін ешкім болмады. Олардың көпшілігі түнгі ұйқыларынан бөлмелері суға тола бастаған кезде ғана оянды. Соқтығысқаннан 1,5 сағат өткенде құтқару қайықтарының алдында адамдар топырлай бастады. Соған қарамастан жолаушылардың көпшілігі қайықтарға отыруға асықпады. Себебі кеме әлі судың бетінде сенімді тұрды. Электр қуаты жұмыс жасауда, музыканың дауысы өшпеді.
Жолаушылар шағын қайыққа отырып, қараңғы және суық мұхитқа биіктіктен түсулері керек еді. Көптеген адамдар үлкен және жайлы кемеде қалғылары келді және оның батып кететініне сенбеді. Сондықтан алғашқы құтқару қайықтары жартылай бос болды. Қайықтарға тиеу бір уақытта кеменің екі жағында өтіп жатты. Кеменің бір бөлігіндегі офицер бастапқыда тек әйелдер мен балаларды эвакуациялау туралы шешім қабылдағанымен, қайықтардың жартылай ғана толып жатқанын байқап, еркектерге де отыруға рұқсат берді. Жалпы әйелдер мен балаларды бірінші құтқару керек деген ереже ресми түрде бекітілмеген. Бұл заңмен қарастырылатын дүние емес. Бұл нағыз еркектің міндеті. Екінші және үшінші санаттағы жолаушылар кеме палубасына келе бастаған кезде ғана нағыз дүрбелең басталды. Қайықтарда барлығына орын жеткіліксіз болды. Кейбір жолаушылар қайықтарды тартып алу әрекеттерін жасады. Ал офицер ескерту оғын ауаға атуға мәжбүр болды. Адамдар қайыққа отыру үшін офицерге пара беруге тырысты. Бір адамдар қайыққа рұқсатсыз секірді. Кейбір жолаушылар уақыт жоғалтпай өте суық теңізге секірді. Кеменің тұмсығы бірте-бірте алға қарай еңкейді. Титаниктің туысы Олимпик осы сәтте 700 шақырым қашықтықта болды. Олимпиктегі телеграф қызметшісі сос сигналын алғанымен не болып жатқанын толық түсінбеді. Титаник көмек сұрағанда, Олимпиктің байланысшысы «Сіз оңтүстікке қарай жылжып барасыз ба?» деп сұрақ қойды. Оған Титаниктегі әріптесі «Біз әйелдер мен балаларды құтқару қайықтарына отырғызудамыз» деп жауап қатты. Түнгі сағат 2-де капитан Смит байланысшылардың бөлмесіне кірді. Осы кезде олар жақын маңдағы барлық кемелерден көмек сұрап жатқан болатын. Капитанның бұйрығы қысқа болды. «Мырзалар, барлығыңыз қолдан келгенін жасадыңыздар. Сіздер боссыздар. Енді әрқайсысы өз өмірлері үшін күресулері қажет». 2-ден 15 минут өткенде кеменің тұмсығы қатты еңкейіп, су астына кете бастады. Ал артқы жағы айтарлықтай көтерілді. Титаниктің барлық шамдары сөнді. Суға тігінен батып бара жатқан Титаник бір сәтте екіге бөлінді және бірнеше минут ішінде су астына кетті. Айнала зираттағыдай тып-тыныш, қап-қараңғы. Жақын жерде Титаник жолаушылар бар 20 қайық жүзіп жүр. Бір сәтте тыныштық бұзылып, айналада теңізге құлаған адамдардың жан айқайы естілді. 20 қайықтың біреуі ғана судағы адамдарды құтқаруға оралды. Қалғандарының бәрі судағы адамдар қайыққа жармасып, оны төңкеріп тастайды деп қорықты. Көмекке шақыруды қабылдаған Карпатия деп аталатын кеме апат болған жерге таңғы сағат 4-те келді. Сағат 8-ге қарай 700 тірі қалған адамның соңғысы бортқа көтерілді. Суда 1,5 мыңнан астам адам қалды. Титаник жолаушыларының көпшілігі тұншығып қалғандықтан немесе апат кезінде жарақат алғандықтан өлген жоқ. Өлімнің негізгі себебі гипотермия болды. Бұл аса суықтың салдарынан адам денесінің қатып қалуы. Естеріңізге сала кетейін. Сол түні судың температурасы 0-ден төмен еді. Титаник апатының көрінісі аңызға айналған фильмде дәл көрсетілген. Джеймс Кэмерон су астындағы кемеге бірнеше рет түсіп, оқиғаның компьютерлік имитацияларын жасады. Фильмде жоқ нәрсе, бұл адамдардың шынайы оқиғалары. Солардың бірнешеуін баяндап берейін. Кеме апатқа ұшыраған кезде кейбір адамдардың батылдығы, ал көптеген адамдардың қорқақтығы айқын көрінді. Титаник фильмінің соңғы бөлімінде қарт жұпты байқасаңыз болады. Ер мен әйел төсекте жатыр. Олар біртіндеп су астына батуда. Бұл кадр Титаникте расымен де болған Исидор мен Ида Штраустың тағдырын сипаттауда. Исидор ірі кәсіпкер. Олар құтқару қайықтарының жанына алғашқылардың бірі болып келді. Бірақ олар келген кеменің бөлігінде қайықтарға тек әйелдер мен балаларды отырғызып жатты. Ида күйеуінсіз қайыққа отырудан үзілді-кесілді бас тартты. Куәгерлердің айтуынша ол Исидорға «Біз бірге көп жыл өмір сүрдік. Мен сені тастап кете алмаймын» деп айтқан. Екеуі де кемемен бірге теңіз түбіне кетті. Титаниктің ең бай жолаушысы осы адам. Джон Джейкоб Астер 4-ші, американдық үлкен қаржы империясының мұрагері. Қазіргі стандарттар бойынша мультимиллиардер. Ол Титаникке мінген кезде 47 жаста еді. Жақында ғана әйелімен ажырасып, 18 жасар Мадлен Талмашқа үйленген болатын. Жүкті Мадленмен бірге олар балайынан Америкаға оралып келе жатқан еді. Астерді құтқару қайықтарына бірінші болып келгендердің қатарында болды. Бірақ Джон кемеде өзін қауіпсіз сезініп, қайыққа отырудан бас тартты. Ол әйелін қайыққа отырғызып, таңертең жолығамыз деп айтты. Түсінгендеріңіздей, Астер үшін таң ешқашан атпады. Мадлен Талмаш жесір әйел және үлкен байлықтың мұрагері атанды. Бірақ Астердің өсиеті бойынша Мадлен енді ешқашан тұрмысқа шықпауы қажет еді. Керісінше болған жағдайда барлық байлығынан айырылады. Мадлен жесір күйінше 4 жыл өмір сүрді. Содан кейін барлық байлығын тастап тұрмысқа шықты.
Осылай бірнеше рет сәтсіз некелер мен ажырасулардан кейін ол 47 жасында жүрек ұстамасынан қайтыс болды. Не деген сәйкестік десеңізші, оның күйеуі Астер де 47 жасында Титаникте көз жұмған болатын. Маргарет Браун, оның күйеуі Колорадода алтын өндіру арқылы байыған. Маргарет құтқару қайығында отырған кезде офицерден апат орнына қайтып оралып, тірі қалғандарды судан алып кетуді талап еткен жалғыз адам. Алайда офицер мұны істеуден бас тартты. Ол дүрбелең барысында адамдар қайықты аударып жібереді деп қорықты. Маргарет аман қалды. Кеме дизайнері Томас Эндрюс пен капитан Эдвард Смит апат салдарын мойындарына ала отырып, кемемен бірге теңіз түбіне кетті. Алайда кеменің барлық басшылары бұлай жасаған жоқ. Титаникті жасаған Starline компаниясының директоры Джозеф Брюс Исмей апаттан аман қалғаны үшін халық жауына айналды. Көптеген газеттер апатқа басты кінәлі адам дәл осы Исмей деп жазды. Алайда Исмейдің басты кінәсі ол ер адам бола тұра құтқару қайығына отырғанында. Исмей әйелдер мен балаларға толы қайыққа қорқақтық танытып, бірінші болып отырып алды. Тіпті ол үшін әйел киімін киді деген нұсқада бар. Бірақ бұл миф. Титаниктің апатын тергеген комиссия оқиғадан кейін куәгерлерден де Исмейдің өзінен де сұхбат алды. Сол тергеудің нәтижесі бойынша Брюс Исмей бос тұрған қайыққа офицердің рұқсатымен отырған. Себебі бастапқыда қайықтардың көпшілігі бос еді. Мысалға, эвакуацияның басында 65 адамға арналған қайықтың бірі 28 адаммен ғана толтырылған болатын. Титаниктің батып кетуіне Исмейді кінәлау дұрыс емес. Титаник сол кезде болған барлық қауіпсіздік стандарттары бойынша салынған. Қайықтардың саны да стандарттарға сай болды. Заң алдында таза болғанына қарамастан Исмей ұятқа қалып, қоғамдық айыптауға ұшырады. Апаттан кейін Исмей кеме саласынан бас тартып, Англияға оралып, тыныш өмір сүрді. Қоғамдық айыптаудың тағы бір мысалы Масубуми Хосоно есімді адам. Жапониядан келген екінші санаттағы жолаушы. Ол да қайықтағы бос орынға отырып, аман қалды. Алайда Жапония қоғамы оны қорқақ деп таныды. Себебі жапондық үшін самурайдың Бусидо кодексі маңызды болуы керек. Күншығыс елінде ондаған жылдар бойы Хосонның тегі ұяттың синонимі болды. Тірі қалған 700 адамның көпшілігі бірінші санаттағы жолаушылар болды. Жалпы алғанда бірінші санаттағы адамдардың 70%, екінші санаттағы адамдардың 40%, және үшінші санаттағы адамдардың 20%-і құтқарылды. Естеріңізде болса, санаттары жоғары болған жолаушылардың кабиналары палубаға жақын орналасты. Ал барлық құтқару қайықтары сол ең жоғарғы палубада. Тірі қалғандардың көпшілігі тірі қалғандары үшін өздерін кінәлі психологиялық аурулардан зардап шекті. Аман қалған 700 адамның кем дегенде оны өз-өзіне қол жұмсады. Оның ішінде айсбергті бірінші болып байқаған теңізші Фредерик Флот та бар. Ол айсбергті уақытылы байқамағаны үшін өзін кінәлап, өміріне қол жұмсады. Тағы бір мысал Джек Тейер. Кеме батып кетпес бұрын, ол суға секіріп, кейінірек оны қайықтардың бірі құтқарды. Оның өзін кінәлайтын ештеңесі жоқ сияқты. Бірақ біраз уақыттан кейін ол да өзін-өзі өлтіргендердің қатарында болды. Алайда Титаник суға батқаннан кейін тірі қалған адамдардың көпшілігі Титаникте болған тылсым, ойға қонымсыз, шындыққа жанаспайтын оқиғаларды айта бастады. Халық арасында конспирологиялық болжамдар тарады. Болжамдардың бірі суға батқан Титаник емес, оның негізі Олимпик деп аталды. Олимпик пен Титаник бір уақытта жасалды және бір-біріне өте ұқсас болды. Олимпик теңізге Титаниктен сәл ертерек шығып, 1911 жылы апатқа ұшырады. Ол Ұлыбритания жағалауында басқа кемемен соқтығысқан. White Star Line сақтандыру компаниясынан төлем ала алмаған. Сол үшін де үлкен қастандық жоспар құрды. Олар зақымданған Олимпиктің атауын Титаник деп өзгертіп, адамдарды жүктеп, айсбергпен әдейі соғыстырып, одан кейін жақын маңда жүзіп жүрген Титаниктің көмегімен оларды құтқарып алуды көздедіміз. Осылайша олар суға кеткен кеме үшін сақтандыру ақшасын алмақ болған. Алайда жоспар сәтсіздікке ұшырады. Капитан айсбергке тым ерте соқтығысып қойды, ал Титаник құтқаруға үлгермеді. Әрине, бұл теорияның ешқандай дәлелі жоқ. Дегенмен де оған сенетіндердің саны жетерлік. Иә, Олимпик пен Титаник расымен де ұқсас. Бірақ 70 жылдан кейін Атлант мұхитының астында жатқан Титаникті зерттеген сүңгуірлер барлық шындықты ашты. Оған қоса Олимпиктің барлық бөлшектерінің сериялық нөмірі 400, ал Титаниктің бөлшектері 401 нөмірімен белгіленді. Екінші қастандық теориясы бойынша апатты ықпалды американдық қаржыгер Джип Морган жасаған. Титаникті суға батырудағы Морганның мақсаты өзінің үш бәсекелесін өлтіру болды. Исидор Штраус, Джон Джейкоб Астер және Дэн Джамин Гунгенхайм үшеуі де Титаникте қайтыс болды. Бұл теорияны растайтын тағы бір нәрсе. Морганда Титаникте жүзуі керек еді.
бірақ ол соңғы сәтте бас тартқан. Бірақ бұл теория ойға қонымсыз екені айдан анық шығар. 3 адамды өлтіру үшін мыңдаған жолаушысы бар кемені суға батыру тым қиын жоспар. Одан да бір жауызды ақшаға жалдай салған дұрыс емес пе? Үшінші теорияға сенсек, Титаниктің суға батуына тылсым мумия себеп болған. 19 ғасырдың ортасында 3 ағылшын мысырлық мумияны тапқан. Дәлірек айтсақ, мумия қабірінің қақпағын ғана. 3 зерттеуші де жұмбақ жағдайда қайтыс болып, қақпақ Британ мұражайына тапсырылған. Уақыт өте мумия Титаник арқылы Америкаға жіберілген. Бұл қызықты оқиғаны бір факт бұзады. Мумия қақпағы табылған сәттен бастап Британ мұражайынан ешқайда шықпаған. Тіпті әлі күнге дейін сол жерде тұр. Осы мифтердің белең алуына тағы бір себеп, көптеген жылдар бойы Титаниктің қай жерде жатқаны белгісіз болғанында. Кеме Атлант мұхитының түбінен тек 1985 жылы ғана табылды. Бұған дейін қажетті жабдықтар болған жоқ. Сүңгуірлер жиһаздарды, ыдыс аяқтарды, тіпті жолаушылардың аяқ киімінің қалдықтарын таба алды. Бірақ мыңдаған мәйіттердің бірі де табылмады. Сұрақ: олар қайда кетті? Жауабында жұмбақ ештеңе жоқ. Апаттан кейін бірнеше құтқару кемелері 300-ден астам мәйітті тапты. 1100 адам із-түзсіз жоғалды. Ал Титаниктің ішіндегі өлген адамдар уақыт салдарынан шіріп, іріп, жоқ болып кетті. Осындай тереңдікте адам денесі бірнеше жыл ішінде толығымен ыдырайды. Адам денесі бұлай тұрсын, кеменің өзі алдыңғы 100 жыл ішінде тот басып жоғалып кетуі мүмкін. Ағын мен бактериялар Титаникті қиратуда. Сондықтан кейбір құпияларды кеме өзімен бірге мәңгілікке алып кетеді. Алайда Титаниктің суға кетуі болашақ үшін үлкен пайдасын алып келді. Дәл осы апаттан кейін көптеген қауіпсіздік ережелері қайта қаралды. Және болашақта болуы мүмкін апаттар алдын алынды. Құтқару қайықтарының саны кеменің салмағына емес, жолаушылардың санына қарай есептеле басталды. Атлантикалық аймақтарда айсбергтер кездесетін жерлерде кемелер жылдамдықты төмендетуге тиісті. Және арнайы патруль айсбергтердің жағдайын бақылайтын болды. Су өтуден қорғайтын бөгеттердің биіктігі ұлғайды. Титаник апатын сол кездері болдырмау мүмкін емес еді. Өйткені қауіпсіздік ережелері қанмен жазылады. Ал Титаник сондай қанның біріне айналды. Титаниктегі көптеген адамдар қарапайым ережелерді білмегендіктен зардап шекті. Сондықтан да ережелерге ешқашанда немқұрайлы қарауға болмайды. Ұшақтағы жол серіктердің нұсқаулықтарын мұқият тыңдаңыздар. Болашақта не боларын кім білсін. Аман болайық ағайын.